Кәне, бәріміз бірге отанымыздың ең әдемі жерлеріне саяхат жасайық. Біз жақсылап қарау үшін Қазақстандағы ең биік тауға Хан Тәңірі шыңына шығамыз. Бұл биіктігі жағынан Тянь-Шань тауының екінші шыңы. Хан Тәңірі рухтар әміршісі деп те кейде аударылады. Шынында да мына Ақсұлу шыңда бір тылмыс бар. Көне түркілердің нанымы бойынша Тәңір мен жалғыз жаратушы 7 мыңдық биіктікті бағындыру үшін альпинистер барша әлемнен келіп жатады. Ал қалай, биік пе екен? Бастарың айналған жоқ па? Бәленбай шақырымға төменге түсейік, Қызылқұм даласына тап боламыз. Оның көлемі 300 мың шаршы шақырымға ғана. Бұл шөл дала Европадағы ірі мемлекеттердің бірі Италиямен тең. Бұл жерден кішкентай қосаяқтарда жайран бөкендерін, сұлу дуадақтарды көруге болады. Эйфа мен Гюрза сынды улы жыландар да мекен етеді. Қыстық шөл даладан кейін міндетті түрде салқынданып суық теңізге шомылуымыз керек. Ал міне Қазақстанда теңіз өте көп. Олардың жалпы көлемі Нидерланды корольдігінен де асып түседі. Теңіздері әртүрлі. Құрғап қалған Арал теңізінің бойында үлкен айбарлылық кезеңі сақталған. Балқаш теңізі нағыз ерекшеліктің белгісі. Оның суы тұщы да, ащы да. Бурабай көлі көз алдымызға Швейцарияны елестетеді, ал көк көлге қатысты аңыз әңгімелер көп тараған. Көк көл танымал Лох-Несс өзені сияқты. Мезгіл-мезгіл су айдынында құйғыштар пайда болады. Олар үлкен жыланның жүрісінің белгісі іспетті. Жалғыз сәйкестік бұл емес. Әлемдегі ең сұлу жерлердің бірі Американдық Аризона штатындағы үлкен каньон. Бірақ табиғаттың осындай кереметін көру үшін туған Қазақстанымыздан шығу керек емес. Шарын каньонның американдық жермен оңай шатастырып алуға болады. Түрлі түсті айбынды каньон 200 шақырым жерге созылып жатыр. Оның әр жері бір-біріне ұқсамаған, табиғат оны ерекше қиялмен жаратқан. Ағып жатқан суға өмір бойы қарап отыруға болады. Біздің елімізде Орталық Азиядағы ең үлкен сарқырама орналасқан Бурхан бұлақ. Бұл табиғат ғажабының биіктігі 168 метр, яғни 50 қабатты үйден де биік. Сарқырама сағасында табиғатты бақылаған қандай керемет, бірден өзіңі туған жеріңде емес, бір қиял әлемінде жүргенде сезінесің. Саяхатымыздың соңына